Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қайызғақты үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қайызғақ бастың шашты бөлігінде эпидермистің беткі қабатынан бозғылт, ақ қабыршақ түрінде түлеп түскен клеткалардың жиналып қалуынан болатын тері ауруы. Тері бездері қызметінің күшеюінен не нашарлауынан пайда болады. Қайызғақтан құтылудың жолдарын көп адамдар білмей жатады. Шашың майлы әрі қайызғақ болып жүрсе, өзіңе де өзгеге де жағымсыз. Сондықтан бүгінгі видеоны қайызғақпен қоштасқысы келетіндерге арнаймын. Қайызғақты кетірудің жолдарын көптеген адамдар білмей жатыр. Сондықтан да сіздерге келесі кеңестерді ұсынамын. Басқа аурулар сияқты ауыртып мазаңды кетірмегенімен өте жағымсыз нәрсе. Қанша келісті киініп жүргенімен шашың май, қайызғақ болып тұрса, өзіңе де өзгеге де жағымсыз, тартымсыз көрінесің. Сондықтан бірінші қайызғақты кетірудің жолын іздеу керек. Қызылшаның суы қайызғаққа таптырмас ем. Ол үшін 3 литрлік банка алып, оған жартылай су құямыз. Осы суға қызылшаны турап, су банкінің аузына жеткенше салып, бетін жауып 5-6 күнге терезенің алдына беті көгергенше қойып қойыңыз. 5-6 күннен кейін қызылшаның суын дәкеден өткізіп алыңыз да жылы суға араластырып, мұны басты жуып болғаннан кейін қолданыңыз. 4 лимонның қабығын 1 литр суға салып 15 минут қайнатып, аптасына 1 рет осы қоспамен басын шайып тұрса, қайызғақ кетеді. Егер бас құрғақ әрі қайызғақ болса, басты жумас бұрын зәйтүн немесе кастор майы арқылы жақсылап массаж жасау керек. Және бұл майдың қайсысы болса да, бір ас қасығын алып, лимон шырынына араластырып, оған саусақтың ұшын батыру арқылы бас терісіне массаж жасаңыз. Содан кейін жақсылап жуып тастау қажет. Бір жұмыртқаға жарты ас қасық арақ, жарты ас қасық айран қосып араластырып, осы қоспаны бас терісіне жағыңыз. Мұны 2 күнде бір жасап тұру керек. Ал ең оңай тәсіл ол шашты күнделікті жуып жүрген сусабымен жуып, одан кейін шайып, сосын қайтадан жылы суға 1 уыс тұз қосып, шашты шайса, қайызғақ жоғалады. Бұл айтылған емдік рецепттердің барлығы бастағы қайызғақты кетіреді, шашқа рең беріп, нәрлендіре түседі. Достар, егер бұл видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.